Бесінші практикалық жұмыс. Сабақтың тақырыбы еріген заттардың массалық үлесі бойынша тұз ерітіндісін даярлау. Есептің шарты бойынша 200 граммдық 5%-ық ас тұзы ерітіндісін даярлау үшін қанша ас тұзы және қанша су қажет? Шешуі: заттың массалық үлесінің формуласы бойынша ас тұзының массасын ерітіндінің массасына бөлеміз. Сол кезде бізде 10 грамм ас тұзының массасы шықты. Судың массасын табу үшін ерітіндінің массасынан ас тұзының массасын азайтқанда 190 грамм судың массасы шықты. Жауабы: ас тұзының массасы 10 грамм, су 190 мл. Есептің шарты бойынша 10 грамм тұз аламыз. Есептің шарты бойынша 190 мл су қажет. Үстіне тағы 90. Араластырамыз. Грамм 5%-ық ас тұзы ерітіндісін даярладық.